Сәлем тапқыр достар, бүгін сіздермен даму күйіз арнасы. Бүгін сендерге өте күлкілі сұрақтар қоятын боламын. Сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап беретін боласыңдар. Барлығы 20 сұрақ, ал ендеше кеттік. WhatsApp-тан чатасып басқа бірге жазып қойып, ұялған кезің болды ма? Я немесе жоқ. Оп-оңай қосу алу есептерін калькулятормен шығарғансың ба? Я немесе жоқ. Досыңның күлкілі емес әзіліне өтірік күле салған кезің болды ма? Я немесе жоқ. Сен бері тарту керек есікті итерген кезің болды ма? Я немесе жоқ. Сен қонаққа барғанда носкиіңнің тесік екенін байқаған кезің болды ма? Я немесе жоқ. Сен көп уақыт іздеген зат қолыңда тұрғанын байқаған кездер болды ма? Я немесе жоқ. Сен төсекте жатқанда ұялы телефонды бетіңе құлатып алған кезің болды ма? Я немесе жоқ. Сен тұзды қант деп ойлап шайға немесе кофеге байқамай салып жіберген кезің болды ма? Я немесе жоқ. Сен сабаққа бармау үшін өтірік ауырып қалғансың ба? Я немесе жоқ. Сен тамақты шайнап жатқанда тіліңді тістеп алғансың ба? Я немесе жоқ. Сен алыстағы адамды досым деп шатастырып алған кезің болды ма? Я немесе жоқ. Сен видеоға түсіріп жатқан камераға суретке түсіп жатырмын деп ойлағансың ба? Я немесе жоқ. Сен сабаққа ерте тұрғың келмей будильникті 5 минутқа соза бергенсің ба? Я немесе жоқ. Сен киіміңді теріс киіп алған кезің болды ма? Я немесе жоқ. Сен жазбайтын қаламды тексеріп қағазды шимайлап көргенсің ба? Я немесе жоқ. Сен сенбіде ертең сабақ деп ойлап ерте тұрып дайындалып көргенсің ба? Я немесе жоқ. Мектептегі апайды байқамай мама деп айтып қойған кезің болды ма? Я немесе жоқ. Қоқыс тастаймын деп керек затты тастап жіберген кезің болды ма? Я немесе жоқ. Манекенді шын адам деп шатастырып алған кезің болды ма? Я немесе жоқ. Сен бөлмеге кіріп, бірақ не үшін кіргеніңді ұмытып қалған кездерің болды ма? Я немесе жоқ. Сен арнаға тіркелгенсің ба? Я немесе жоқ. Егер тіркелмеген болсаң, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өт. Келесі кездескенше сау бол.